Шәкәрім Құдайбердіұлының 150 жылдық мерейтойына арналған драматургтер мен композиторлардың, сондай-ақ өзге де зиялы қауым өкілдерінің қатысуымен республикалық форум семинар жиыны болып өтті. Қазақ халқының кемеңгер ақыны, ағартушысы, сазгер әрі аудармашысы Шәкәрім Құдайбергенұлының туғанына 150 жыл толуына байланысты биылғы 2008 жыл Шәкәрім жылы деп жарияланып, республика көлемінде түрлі мәдени шаралар қатары өткізілуде. Міне осындай шараның бірі күллі қазақтың мақтанышы Шәкәрімнің туғанына 150 жыл толуына байланысты еліміздің Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен Мұхтар Әуезов атындағы Қазақтың мемлекеттік академиялық драма театрында мерекелі шара ұйымдастырылуда. Шараның басы зиялыларымыздың қатысуымен республикалық форум семинардан басталды. Жиын барысында сонау жылдары қазағының мәдениеті мен тілін, дінін асқақтату мақсатында еңбек еткен Шәкәрім Құдайбердіұлы кеңес үкіметінің ақыры құрығына ілініп 73 жасында атылып кеткендігімен оның кейінгі ұрпаққа қалдырған мол мұрасы талқыланды. Шәкәрімнің қай туындысын алып қарасақ та, оның отаны мен еліне, жеріне шын берілген азамат екендігі байқалады. Сонымен қатар Шәкәрімнің мән мағынаға толысып, сөзімен сөз жарысқан тамаша әндер де бар. Ең белгіләні бұлан бұрған өзгерек. Мен бұны Шәкәрім 130 жылдың айтқам. 88 жылы. Онан кейінгі анадан алғаш туғанды дейтін әні. Бұл да сол жылда орындалған. Онан кейін жаңағы насихат, Байғазы деген әндері бар, Қорқыт Сарын деген әндері бар, Қорқыт Қожаға фитсімен дейтін әндері бар, Сәлем Әбдіғали бауырым жалғызға деген әндері бар, көп әндері. Тағы да Зағипа, жаңағы біз Ческілер деп жүрміз, Шәкәрім Ческілер деп атайды. Негізі жаның сүйген жарым болсын, лирикалық ән. Бұл енді Шәкәрім жас кезінде шығармалар деп айтады. Шәкәрім Құдайбердіұлының 150 жылдық мерекесінің басы да басталды. Бүгін сағат 15:00-де Мұхтар Әуезов атындағы драма театрында ұлы тұлғамыздың құрметіне адам үшін еңбегім атты театрландырылған концерті болмақшы. Олжас Уәли, Руслан Қуанышев, Рахат телеарнасы.